Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін крем әзірлейміз. Сливкимен және творожный сырмен әзірлейміз кремімізді. Торттарға және пирожныйларға арналған креміміз осылай өз қалпын әдемі ұстағанша қалай жасаймыз, сол туралы бөлісемін. Осылай әдемі болып шығу үшін бізге қажетті заттарымыз: творожный сырымыз қажет. Мен осылай 69% творожный сыр пайдаландым. Творожный сырымызды және сливкиміздің 30%-тен жоғарысын пайдаланыңыздар. Және сахарный пудрамыз қажет. Ең алдымен творожный сырымызды мен осылай 69%-ін үнемі пайдаланам. Алып, осылай бетіндегілерін алып тастаймыз. Творожный сырымыз қою болады. Творожный сырымызды тортқа немесе пирожныйға арналған қанша грамм қажет, соны өлшеп аламыз. Маған 400 грамм творожный сыр қажет. 400 грамм творожный сырымды өлшеп алдым. Творожный сырымыздың үстінен сахарный пудрамызды осылай сеткамыздан өткізіп аламыз. Осылай сахарный пудрамызды 120 грамм өлшеп алдым. Енді екеуін творожный сырымызбен сахарный пудрамызды миксерлеп аламыз. Бір келкі болғанша. Бірінші ең алғаш осылай миксерлеп алыңыздар. Немесе творожный сырларымыз іртік-іртік болып қалу мүмкін. Ең алдымен осылай творожный сырымызбен сахарный пудрамыз бір келкі болғанша жақсылап миксерлеп алдық. Енді сливкиіміз жаңа болса, осылай ашылмаған болса, жақсылап шайқаңыздар. Осылай шайқап, өзімізге қажетін өлшеп алдым. 500 грамм. Енді миксерімізді жай жылдамдықтан бастап жоғарылата отыра, бір келкі өз қалпын ұстағанша жақсылап миксерлейміз. Осылай шайқай отыра, креміміз жайлап қойылына бастайды. Миксеріміздің жылдамдығын өте жоғары әрі шайқай отыра, креміміз өз қалпын ұстағанша осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай креміміз өз қалпын ұстай бастады. Өз қалпын ұстады, креміміз дайын. Көп миксерлеп жібермеңіздер, осылай өз қалпын ұстағасын. Тоқтатыңыздар миксердің. Немесе сливкилеріңіз іріп кетуі мүмкін. Креміміз өз қалпын ұстады. Креміміз дайын. Тортқа немесе пирожныйларға арнап осылай крем жасасаңыздар болады. Маскарпонеті қоссаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Осылай творожный сырмен сливки болса, үйлеріңізде осылай крем жасап, кереметтей торттар, пирожныйлар жасап, отбасыларыңызды қуанта аласыздар. Крем жасау қатты қиын емес. Сіздермен бірге болған таң жарқын, қош сау болыңыздар.